отбасыға берілген әрбір нәпақа бұл ұлы сауап, ұлы садақа болып есептеледі. Садақаның ішіндегі ең ұлысы болып есептеледі. Анас ибн Маликтен жеткен хадисінде пайғамбарымыз алейхиссалам мына 4 нәрседе жұмсалған қаражаттан ешқашан Алла тағаланың алдында пенде сұралмайды дейді. Яғни бұның исраптылығы жоқ. Мысалға, бірінші пайғамбарымыз алейхиссалам өзінің әке-шешесіне жұмсаған ақшадан адам сұралмайды дейді. Одан кейін Рамазан айы болған кезде, я болмаса бір басқа бір айларда ораза ұстаған адамға ифтар жасап беру, яғни ауыз аштыру, және сухур жасау, ауыз бекіту, соны жасаған адамда ешқандай исрапшылдық болмайды. Қанша дастархан жайнатсаңыз да бұл жерден сұралмайсыз. Сосын төртінші пайғамбарымыз алейхиссалам айтады, өздерінің отбасына жұмсалған қаражаттан пенде еш уақытта сұралмайды дейді. Кейде ақшаның бәрін жан-жаққа таратып беріп жұмсап жібереміз де, отбасыға келген кезде, бала-шаға сұраған кезде, әйел сұраған кезде содан қысып қаламыз. Бұл нәрсе пайғамбарымыздың хадисіне кері әсер нәрсе, яғни макрух нәрсе. Сондықтан пайғамбарымыз алейхиссалам біздерге өзінің отбасына жақсы қарауды, сонымен қатар оларға нәпақаны қанша берсе де пенде одан сұралмайтындығы жайында айтқан.